астыңғы жағында тұр. Бұны звонкие и глухие деп айтады. Ұяң және қатаң деп айтады. Ұяң, үстіндегілері ұяң, астындағылары қатаң. Звонкие дейді ұяң дегенді, қатаң дегенді глухие деп айтады. Енді мынау сарымен боялып тұрған, бұлар парные деп айтады бұларды. Парные. Түсініңіз ба? Демек, жұбы бар деген сөз, жұпты. Жұбы бар. Мыналардың жұбы жоқ. Мына астындағы мен үстіндегінің жұбы жоқ. Мыналар L, M, N, R, I дегендер звонкие, но непарные деп айтады, непарные, парасы жоқ. B, V, G, D, Ж, Z, P, F, K, T, Ш, С дегендер, они парные. B, P мен пара, V, F мен пара, G, K мен пара. Түсіндіңіз, D, T мен пара, Ж, Ш мен пара, З, С мен пара. Енді мынау Х, Ц, Ч, Ш дегендердің тоже парасы жоқ, бірақ бұлар қатаң, глухие. Түсіндіңіз, Ұяң және қатаң. Қазақша, орысша звонкие согласные и глухие согласные. Мынау парасы бар, мыналардың парасы жоқ. Так, орыс тілде содан кейін бізде ең тоже маңызды рөлдер атқаратын ол ударение. Ударение деген екпін деп аударылады қазақша. Ударение деген өте маңызды рөл атқарады. Өйткені ударение арқылы сөздің мағынасында біз ауыстырып жібере аламыз. Сөздің мағынасы ауысып кетеді. Жазылуы бірдей, бірақ ударениесі басқа жерге түсіп қалса, демек сөздің мағынасы ауысып кетеді. Ондай да случай болады, қазір оны да көрсетем сізге. Бірақ бірінші ударение деген, ол мысалға ударение деген ең алдымен дауысты дыбысқа ғана түседі. Дауыссыз дыбыс ешқашан ударный бола алмайды. Түсіндіңіз ба? Дауысты дыбыс қана ударный болады. Мысалға, сын, дочь, зонт, бант. Көрдіңіз ба? Мына қайсысын созып тұрмыз, сол ударный звук болып саналады. Мысалға, сумка деген сөзде екі дауысты дыбыс бар, У және А. Сумка.